Міржақып Дулатұлы «Бақытсыз Жамал». Қазақ халқының аса көрнекті ағартушысы, ақын жазушысы Міржақып Дулатұлының «Бақытсыз Жамал» атты романы 1910 жылы басылып, жарық көрді. Бұл қазақ әдебиетіндегі көркем прозалық үлгіде жазылған тұңғыш роман. «Бақытсыз Жамал» романында сол замандағы қазақ ауылының тұрмыс тіршілігі мен әйелдердің бас бостандығы, теңсіздігі жайлы сипатталады. Шығарма сол кезеңдегі қазақ даласының шынайы тыныс тіршілігінің көрсететін эпизодтан басталады. Сама көл маңында отырған Сәрсенбайды сипаттайды. Ауыл абыр-сабыр күйде болады. Осы кезде шаңырақта көптен күткен сәби дүниеге келіп, Сәрсенбай қызды болады. Қыздың есімін Жамал деп қояды. Жамал жастайынан ақылды, сауатты болып өседі. Өз сымбаттылығы, ақындық шеберлігімен де ерекшеленеді. Бой жете ауылдарының көзі Жамалға түсе бастайды. Оларға Жамал мүлдем бет бұрмайды. Тіпті Байжан байға да Жамал жайлы ақпарат жетіп, ол өзінің нашар баласы Жұманға Жамалды алып бермек болады. Сәрсенбай бұған мүлдем қарсы болмайды. Керісінше, оның байлығына қызығып, қызын беруге бірден келісім береді. Жамал болашақ күйеуін мүлдем танымайды. Үйленуге қарсы еді. Анасы да қызын Жұманға беруге қарсылық танытса да, әкесі олардың қарсылығына да, көңіліне де қарамайды. Сондай бір күндерде ауылда жиын той болып, жастар бір отауға жиналады. Жиында өте сымбатты, сауатты бөлек жігіт Ғали да болады. Жастар айтысып, көңіл көтеріп отырғанда, Ғали мен Жамалдың бір-біріне көңілі түсіп, екеуі бір-бірін ұнатады. Екі жас ән арқылы шерін тарқатады. Екі қашып кеткен жас Ғалидің туыстарының үйінде паналайды. Екеуі бас қосып бақытты тірлік кешіп жатқанда, Ғали аяқ асты ауырып қайтыс болады. Ғали бақилық болғаннан кейін Жамалды Жұманға қосады. Жамал үйдегілерден тепіріш көреді. Жұманмен мүлдем тіл табыса алмайды. Ауыр тіршілік кешкеннен кейін Жамал қысты күні үйінен қашып шығып, Ғалидің бейітінің басына барады. Тағдырынан ала болған қыз сүйегінің бейітінен басында жылап жатып, үсіп қайтыс болады.